Сәлем, менің құрметті YouTube оқырмандарым. Сіздермен бірге әдеттегідей Марал. Бүгінгі каналымда мен сіздерге анти-тренді туралы айтамын. Қандай киімдерді киюге болмайды, қандай киімді кисеңіз сіз кәдімгі тәтюшкаға ұқсап қаласыз ғой. Егер сіз оны білмейтін болсаңыз, онда менің каналымда әрі қарай қалыңыз және видеоны соңына дейін көріңіз, қызықты моменттерді жіберіп алмаңыз. Бірінші бастайық. Ең бірінші кезекте мен бұндай киімді айтқым келіп отыр. Ол бізде қазір холодный сезон келе жатыр, яғни күн суып келе жатыр. Сондай уақытта курткаларымызды шығарып тастаймыз, иә, және де үлкен тәтюшкалар, білесіз ба, қандай курткалар киіп жүретінін. Ол кісілер, пуховик бар ғой, мынандай жағында пуховигі бар, және де денесіне жабысып тұратын мынандай несі ремені, резина сияқты пуховиктерді киіп жүреді. Егер де сіздің дәл осындай пуховигіңіз болатын болса, пожалуйста, не надо. Одан да сіз оверсайз алыңыз. Оверсайз болғанда ол сізді үлкен көрсетеді деген ойыңызда болуы мүмкін, бірақ мұндай емес. Классический модельде оверсайз, яғни қысып тұрмайтын, денеге жабысып тұрмайтын курткаларды алуға сізге кеңес беремін. Келесі бір антитренді бұл неоновый цвета. Яғни неонды түстер деген қазір сіздерге суретін шығарамын, оны қалай деп айтуды тіпті білмей тұрмын. Жасыл, сондай қатты жасыл бір цветтер болады ғой, сондай цветтерді, сондай цветтер футболкалар, білмеймін, киімдер, шалбарлар, ондай нәрселерді кимеңіз. Бұл антитренді, яғни бұл цветтерді кисеңіз енді біртүрлі көзге сразу біртүрлі оғаш көрінесіз. Сондықтан сіздің әдемі болып жүргеніңізді қалаймын. Сол себепті мұндай киімдерді алып тастаңыз. Келесі, бұл бізде холодный сезон келгендіктен свитерлерді шығарамыз, иә. Яғни свитерлердің ішінде де антитрендіға жататын свитерлер бар. Ол үлкен вязаный бар ғой, вязаный болып келетін, өрілген сияқты жеңгілердің тіпті денеге жабысып тұратын, қазіргі кезде мүлдем денеге жабысып тұратын свитерлерді негізі сіздерге алмауға кеңес беремін, тек водолазка мен лонгсливтен басқа. Сондықтан жабысып тұратын киімдеріңізді кимеңіз, және де ол егер де бір фигураңыздың нюанстары болатын болса, оны ашып көрсететіні анық. Сондықтан сіздерге тоже не советую. Свитердің рукавалары кең болып тұратын, үстіңізге киген кезде өзіңіз ыңғайлы сезінетін, қазір сондай ыңғайлы сезінетін киімдерге дизайнерлер баса назар аударғандықтан сіздерге осыны советую, және де өзіңіздің денеңізге де ыңғайлы, жүріп тұрғаныңызға да ыңғайлы болады деп ойлаймын. Қыздар, келесі антитрендке келейік. Бұл бізде көйлектер. Қандай көйлектер қазір антитренд? Синтетикалық матадан жасалған кружевные платья деп айтады. Орысша, қазақша келтіре алмай тұрмын қандай екен. Қазір суреті шығып мұнда. Осындай көйлектерді мүлде кимеңіз. Көбінесе мен қайдан көремін, тойлардан көремін, көшеде кетіп бара жатқан кезде көремін. Бұндай көйлектер қазір сәннен қалды, яғни модада емес. Сондықтан мұндай көйлектерден басқа өте әдемі женственный көрінетін көйлектер бар. Сондықтан осындай көйлектерге мән беріп қараңыз. Кружевный платья бұл түрлі фигураны анықтап көрсетеді. Сіздің барлық нюанстарыңызды анықтап тұратын көйлектердің бірі. Сондықтан бұндай көйлектерге сізге не советую. Келесі енді шалбарларға келейін. Қандай шалбарлар қазір антитрендте? Қазіргі джинсылардың формасын білесіз, широкие, яғни сізге денеге жабысып тұрмайтын джинсылар қазір трендте, сондықтан актуальный болып табылады. Оны еще 2-3 сезон киесіз, егер де сіз 2-3 сезон киіңіз келсе, және де денеңізге қонымды жабысып тұрмайды, тамырларыңызды қыспайды. Міне осындай шалбарларға сіздерге кеңес беретін едім. Қазір дизайнерлердің өзі осындай денсаулық мәселесіне мән беріп жатқандықтан өзіңіздің денсаулығыңызға абай болыңыз, және де скини джинсыды мүлде кимеңіз. Скини джинсы деп отырғанымыз денеге жабысып тұратын джинсыда скини джинсы деп атайды, және де джинсыдың тағы бір түрі жыртылған порванный джинсы, яғни қатты жыртылып кеткен джинсылар болады ғой, тоже ол антитренд болып кетті. Сондықтан мұндай джинсыларды сізге кимеуді ұсынар едім. Мұндай джинсыларды мүлдем алмай қойыңыз, гардеробыңызға қоспаңыз. Гардеробыңызды
жаңағы келмейтін көп, бір-бірімен үйлеспейтін киімдерден гөрі бір-біріне үйлесетін және де аз киіммен базалық гардероб құруға сіздерге кеңес берер едім. Егер де сіздерге қызықты болатын болса, келесі видеомда аз киіммен базалық гардероб және де барлығымен үйлесіп кететін база деп отырғанымыз осындай гардероб туралы сіздерге айтатын боламын. Егер де сіздерге қызықты болатын болса, тоже астына комментарийға жазып кетіңіз. Сондай видео сізге қызық па, және де сол туралы сіздерге келесі бөлімде айтамын.